Қайырлы күн баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін үй жағдайында ешбір қоспасыз, тез дайын болатын балмұздақ дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге банан, қант ұнтағы және де какао ұнтағы қажет. Бананымызды жақсылап, сыртын тазалап, ішін дәл осылай жұқа етіп турап, ыдысымызға жайып аламыз. Жайылған ыдыстағы бананымызды морозилькке 1 сағатқа қойып қатырып аламыз. Қатқан бананымызды осылай блендерге саламыз. Және де осы бананның үстіне какао ұнтағы және қант ұнтағын қосамыз. Қант ұнтағын қосу енді өз еркіңізде, қаншалықты тәтті болған қаласаңыздар, соншалықты қоссаңыздар болады. Ал какао ұнтағын мен 3 шай қасық салдым. Бәрін жақсылап араластырып аламыз. Міне дәл осындай қою масса болуы қажет. Енді осы дайын болған балмұздағымызды формаларға саламыз. Менде дәл осындай силиконовый формалар. Формалардың ішіне балмұздағымызды салып, тағы 1 сағатқа морозилькке қойып қатырып аламыз. Міндетті түрде формаға салу қажет емес, кез келген ыдыстарға да салып қойсаңыздар болады. Балмұздақтың сыртын әсемдеу енді өз қалауларыңыз бойынша мен балғын жеміс-жидектерді қойдым. Ал формадағы балмұздақтың үстін шоколадпен әсемдедім. Бұл формадағы балмұздақтар балалардың қолдарына ұстап жегенге ыңғайлы. Сондықтан да міндетті түрде жасап көріңіздер. Жасалуы өте оңай және де табиғи, ешбір қоспасыз. Міндетті түрде отбасыларыңызға ұнайтынына сенімдімін. Ұнаса лайк басып, пікір қалдырсаңыздар болады. Көп рахмет.